Екі ағайынды әңгіме. Арнама тіркеліп қолдап отырыңыздар. Ертеде екі ағайынды жігіт болған екен. Ауылдағы барлық адамдардың әңгімесінің тақырыбы екеуінің сыйластығы жөнінде болатын. Олар жесір қалған аналарын өмірінің соңына дейін күтеді. Аналарынан қалған дүние мүлікті де жанжалсыз бөліседі. Жігіттер таңның атысынан күннің батысына дейін егістікте жұмыс істеп, шамалары келгенше өнім алуға тырысады. Олар жыл сайын күзде өте мол егін жинайтын. Сөйтіп, күздің соңғы кештерінің бірінде күрішті бөлісіп болғасын ағасына мынадай ой келеді. Менің інім бірнеше ай бұрын ғана үйленді, біраз шығындалды. Ал мен өз күрішімнің бір қабын оның қоймасына апарып қояйын. Әйтпесе ол менен ешқашан алмайды ғой. Сөйтіп, күнде ағасы бір қап күрішті інісінің қоймасына апарып қояды. Ертесіне қоймасын жинап жүрген ағасы қаптардың саны толығып қалғанын байқайды. Бұл қызық екен деп ойлайды. Ағасы басын шайқап таң қалып, қараңғы түсімен тағы біреуін апарып берейін деп ойлайды. Сол түні ағасы тағы бір қап күрішті інісінің үйіне апарады. Ертесіне ол қаптардың саны өзгермегенін көріп таң қалады. Ол мұның шешуін таба алмай кешке дейін сол жерде тұрады. Ақырында ол тағы бір қап күрішті апармақ болып шешеді. Кешке астан соң ол тағы бір қап күрішті арқасына салып алып інісінің үйіне қарай беттейді. Бұл түні ай толық болатын. Інісінің үйіне барар жол анық көрінеді. Асығып жолдан төмен түсе бергенде еңгезердей бірдеңені арқалап алған адамды көреді. Аға, бауырым! Екеуі қаптарын жерге қойып, ағасы мен бауыры біраз күлісіп алады. Түсінбестік туғызған ағайынды екеуінің туыстық сүйіспеншілік еді. Бауыры ағасының жанұясы үлкен болғандықтан оған күріш көбірек керек деп ойлаған екен. Бұл екі ағайынды бұдан былай ынтымақпен жұмыс істеп, жақсы істерді көп жасап, бақытты өмір сүрген екен. Соңы. Әңгіме ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, міндетті түрде арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Рахмет.